kıdırıp geldik ya. Ya әдем болды ғой. İşte осы жолы жарыста Түркияға жолдама береді екен. Еще қасына ақшалай да 100 мыңнан көп береді екен. Болды ғой. Дубайға күшті қыдырып келдік қой. Бұрынғыдай халат анамда киімім қазір образымды өзгертіп жас қызықсақ қалдық қой. Киімдеріміз де дайын ұшуға. Я өткізіп сразу ұшып кетеміз. Я Қызым, бұл жол келіндер сайысынан сен ұттысың ба? Я бәрі мен алам ғой. Ұтқан адамға Түркияға жолдама береді екен еще. Онда мен 100 мыңнан астам ақша береді. Екеуміз ұтып алып қыдырып жатпаймыз ба сол жақта? Я оны да көрейік. Өткендегі жеңес менің келіні Дубайға қыдырып қайтты ғой, білесің ғой. Уже кеп қойған шығар оларда. Көздеріңе қарамайсыңдар ма? Көзіңе қарамайсың ба? Сендер өздеріңе қарамайсыңдар. Мен жаңадан ғана Дубайдан әкелген киімді не істедіңдер? Оны қаншаға алғанда білмейсіңдер ма не? Ауылдың қыздары емес пе? Не ауыл? Біз қалада отырамыз. Қай ауылда айтып жатсыңдар? Сендер алдыңдағы Дубайға жолдама ұтып алған енемен келін емессіңдер ме? Я дәл өзі қазір қыдырып келе жатырмыз қалаға да көрсетіп қойдық. Қашаннан бері осындай мүмкіндіктесіңдер? Соншама бір халат киіп, орамал тағып жүретін едіңдер ғой. Қазір ондай емеспіз. Дамып кеткенбіз. Біз енді Құдай қаласа осы тағы да келіндер сайысы болады екен. Соқта менің Түркияға ұтып алады менің. Армандамаңдар. Сендер де қатысасыңдар ма не? Оны біз ұтамыз. Мағыл көрейік оны да. Бұл жол менің қызым ұтады. Армандамаңдар. Алдыңғы жолы менің келінім ұтса, бұл жолы толы келінім ұтады. Жоқ, мен ұтамын. Болды, сөз қойдық. Армандай бермейіндер. Көреміз. Осы жер ма? Я осы жерде бағана көргенмін. Ешкімге берген ба? Тұра тұрайық сонда. Осы мұш, осы уақытта болып қалды ғой, иә? Сондай болып керек. Арна қызым, осы аяқ па? Я, мама, осы жақ. Точно осы аяқ па? Осы жақ қой. Мағарда келіпті ғой. Қызым, бұл жолы біз Түркияға точно бармамыз керек. Қайтсек те барамыз. Я барамыз ғой. Барамайсыңдар да. Армандамаңдар, өздеріңе қарамаңдар. Арманды өздерің түсіңде көріңдер, түсіңдер ма? Көреміз әлі. Ештеңе келмейді ғой. Алдын көрдік қой, сен суши пицца заказ бере сағандарыңды. Біз заказ берген жоқпыз. Қолмен жасады ғой. Камерада бар шығар ояқта. Қатырап тұрсын. Камера деймін. Жоқ та ғой, не санайдар? Бар камера. Саламатсыздар ма? Келіңіздер, жүріңіздер. Бүгінгі келіндер сайысына қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Бүгінгі келіндер сайысына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің әділ қазалқалармен таныса отырыңыздар. Сіздерге әділ бағасын беруші мырзаларымыз осылар. Бүгінгі келсіндер сайысына кім қатысады? Жарайды қазір. Бүгінгі сайыстың шарттарымен таныстырып өтейін сіздерді. Өздеріңізді жақсылап таныстырасыздар. Сосын біздің білесіздер ғой, бізде алдыңғы жолда да қанша келіндер сайысы болады, иә? Сол кезде бізге келіндерге жақсы тәтті тамақтарды береміз, иә? Дайындалып келген шығарсыздар. Өз қолдарыңызбен жақсы тәтті тамақтарыңызды дайындайсыздар. Үшіншісі, өз өнерлеріңізді көрсетесіздер. Яғни өнерлер болғандай енелеріңізбен бірге билейсіздер. Ән айтсаңыздар да болады, билесеңіздер де болады, иә? Түсіндіңіздер ғой, иә? Бүгінгі білесіздер ғой, иә? Сайысымыздың жеңімпазына Түркияға жолдама, еще 500 мың ақшалай ұтыс бар. Дайынсыздар ма? Сайысқа? Жарайды, онда бірінші өздеріңізді таныстырып кетіңіздер, иә? Сіздер әділқазылар, сіздер көріп тамашалап отырыңыздар, иә? Дайынсыздар ма? Кім дайын? Бастай беріңіздер. Келе қойыңыз. Сіз қайдан келдіңіз? Мен ауылдан келдім. Ауылдан? Ой, тамаша. Жарайды, бастай қойыңыз. Нұрай келін Ивалы, өнермен сыналы. Ой, күшті. Сіздің атыңыз Нұрай екен. Мен қаладан келдім. Арудай сұлу келіндеріңіз
ару нәсібі, арудай қылықты бәрі бар. Ой, күшті. Көрдіңіздер ғой, бүгінгі бізде сайысымызға 2 келін қатысады екен, біреу ауылдан келген, біреу қаладан келген екен. Бүгінгі қатысушыларымыздың таныстыру жақсы өтті, жақсы дайындықпен келіпті. Енді келесі шартымыз сіздерге өз қолдарыңыздан жасалған тәтті тамақтарыңыздан бересіздер. Мына жақта бізде асханамыз бар, мына жақта сіздерге керек барлық заттар бар. 2 енесі қалады, тек 2 келінді жібереміз. Түсіндіңіздер ғой, бұрынғыдай дайын затты білесіздер ғой, сатып алу, дайын әкелу деген болмайды. Бұрын бізде ондайлар болған. Әділқазылар оның барлығын бақылап отырады. Сайыс әділ өтеді. Сіздерге бір 30 минут уақыт береміз. Жүріңіздер, мұнда. Өздеріңіз барасыздар ғой, сіздер осы жерде қайтадан күтеміз. Екеуіңіз жоқ, келіндеріңіз жақсы, барлығы жақсы. Екеуіңіз осы жерде күте тұрасыздар, A few moments later, a few minutes later. Уже қазір болып қалған шығар, 30 минут уақытта болып қалыпты. Күтеміз, келіп қалыпты ғой. Кіріңіздер. Дайынсыздар ма? Үлгірдіңіздер ма? Мекен әйтеуір. Қоспайсың ба? Қуасың сен ше? Еспесің ба? Дайынсыздар ма? Жарайды. Жарайды, әділқазылар алқасына алып кетсеңіздер. Мына келіндеріміздің өз қолынан жасалған тамақтары. Сіз де жеп көріңіз. Өте дәмді жеп көріңіздер. Асап-асап жей алыңыздар. Сіз ешсің. Торттың дәмі күшті екен. Жеп көрсеңші. Еті аз болып қалыпты. Торттың дәмі жақсы екен. Сіздердің еттеріңіз аз болып қалыпты. Жарайды, қатысушылар, қолыңыздағы заттарыңызды асханаға апарып қойып кетсеңіздер болады. Қайтарда өздеріңізбен алып кетесіздер. Енді келесі, апарып орындарыңызға келе қойыңыздар. Айтпаңыз ол қызға ше? Жұмыртқасымен етін көп қосты. Келсін, осыны көрсетіп түркен бабай қалайшы? Алиран ғой. Маңдасы келді. Бәрі жақсы ма? Келесі шартымыз енді өздеріңіз өнерлеріңіз көрсетесіздер. Билесеңіз де болады, ән айтсаңыздар да болады. Яғни енелеріңізбен бірге ерекше болсын деп осындай талаптар қостық біз енді. Келісесіздер ғой, Жарайды. Енді бастаңыздар. Кім бастайды? Кім дайын екен? Бірге билей аласыздар ғой, Енелеріңіз де жап-жас екен. Сіздер алдыңғы жол есіме түсіп отырсыздар, Дубайға барып келген, Дубайға жолдама алған. Енеңіз сондай жап-жас болып кетті, Дубайға барып жасар. Жарайды, келіңіздер. Ой, тамаша. Ой, күшті, Сіздер көріп отырсыздар ғой, Келесі. Ой, тамаша, керемет. Әділқазылар, көрдіңіздер ғой, Бүгінгі сайысымызда енелер де, келіндер де жақсы дайындалып келіпті. Енді өздеріңіз әділ шешімдеріңізді шығарсаңыздар сіздер.
Қайсы ерекше көзге түсті? Бүгінгі сайысымызда мына көзімізге жақсы түсіп отырған Арунас келіміз бен енесі соларға Түркияға жолдама бермек. Келіңіздер сіздер ортаға. Қандай күшті, я? Енді Түркияға жақсы демалып қайтыңыздар, я, сіздерге? Сіздер келесі жолда тоқтасаңыздаршы. Нұрай, енесімен келіңіздер. Сіздер енді ренжімеңіздер, барлығы әділ болды. Сіздер келесіде тағы бізде сайыс ұйымдастырылады. Сол кезде қатысарсыздар, я? Сіздер жақсы барып демалып қайтыңыздар. Жарайды, құтты болсын, жақсы демалыңыздар.